Күздің суық жаңбыры терезені ұрғылап тұрды. Әсел ас үйде отырып, ішіндегі сәбиінің алғашқы қимылдарын сезіп жымиып қойды. Ол күйеуі Арманды күтіп отыр еді. Арман соңғы кездері өзгеріп кеткен, үнемі ой үстінде, телефонына телміріп үйге кеш келетін болған. Есік ашылды. Арман кірді, бірақ көзінде бұрынғы жылулық жоқ. Ол Әселдің көзіне тіке қарай алмай, сөмкесін жинай бастады. «Мен кетемін, Әсел», деді ол дауысы дірілдеп. «Мен оны кездестірдім. Жанарды, алғашқы махаббатымды. Оны ұмыта алмағанымды енді түсіндім». Әселдің төбесінен жай түскендей болды. Ол сенер-сенбесін білмей, ішіндегі шаранасын құшақтады. «Арман, бірақ біздің баламыз ше? Бар болғаны 2 айдан соң ол дүниеге келеді ғой. Кешір, саған көмектесіп тұрамын. Бірақ Жанарсыз өмір сүре алмаймын», деді де Арман артына қарамастан шығып кетті. Арада 2 жыл өтті. Арман мен Жанардың ертегісі ұзаққа созылмады. Жанар бұрынғы ерке, бейқам қыз емес, өмірден өз үлесін алғысы келетін, талабы көп әйел болып шықты. Арман онымен өткізген әр күнінде Әселдің мейірімін, оның үнсіз түсінетін қасиетін сағына бастады. Ең сорақысы, ол өз баласының алғашқы қадамын, алғашқы күлкісін көре алмады. Бір күні Арман саябақта серуендеп жүріп Әселді көріп қалды. Ол өте сұлуланып кеткен. Қасында тәй-тәй басқан кішкентай ұлы бар. Баланың түрі айнымай қалған Арманның өзі. Арман жақындағысы келді, бірақ аяғы тартып бармады. Өйткені Әселдің жанында басқа бір ер адам жүреді. Ол баланы көтеріп Әселдің маңдайынан сүйді. Олар бақытты еді. Арман сол жерде тұрып, өзінің алғашқы махаббат деген елесті қуам деп, нағыз бақытын, өз отбасын өз қолымен қиратқанын түсінді. Ескі сезімнің соңынан еріп, ол болашағын жоғалтқан еді. Өз қателігін түсінгенмен тым кеш еді.